мынау адамның іші дейік, мынау кіндігі. Адамда қарын жоқ, тоқшек бар. Тоқшек, мынау міне тоқшек, мынау тоқшек осылай жатады. Мынау восходящий дейді, көтерілуі. Мынау поперечный дейді тоқшек. Мынау нисходящий. Міне же. Осы каждый 3 сантиметр сайын адамның тоқшегінде осындай извилинадар бар. Осындай извилинадар бар, міне каждый извилина. Осы ішкен тамақтар асқазанның жақсы қорытпауынан, асқазанға суық тамақ ішуден, асқазан жақсы қорытпағандықтан, мына жерге мына өт жақсы жұмыс істемегендіктен, міне өт толып, және мына асқазан жақсы қорытпағандықтан өт қанға кетіп қалады. Жақсы қорытпағандықтан міне үлкен дәрет мына жерге толып алады. Міне жерге толып алады, мына үлкен дәрет толып алады да, міне жерде жатады, сіресіп. Каловые камни дейді. Міне сіресіп жатады. А міне жерде осы, міне мына жерде де толып жатады. Адамның ішкен тамағы, жеген витаминдері адамға сіңбейді. Мынау жатып алғаннан кейін, міне жерде ворсинкадар пайда болады, ворсинкадар бар. Адамның ішкен тамағын сіңдіріп, қанға, денеге дұрыс витаминдерді тарататын ворсинкадар болады. Мына үлкен дәрет осы жерде қаптап жатқаннан кейін, ворсинкадар өзінің қызметін тоқтатады. Ол денеге осы тамақтың витаминдері бармағаннан кейін, мына ішкен тамақ мына жерде ішті ме, бұл алады да прямой кетіп қалады. Прямой кетеді. Мына жерге сіңбейді, денеге бармайды. Сол себептен мына қарын тола береді, мына қарын бүйтіп тола береді, мынаның бәрі тола береді, қарын шар дейіп, мынау жүрмегеннен кейін, мына жерде әрбір, мына жерге даже кейбірде тұрып қалады, мына жерге газ толады, мынаның бәріне газ толады да, газбен бірге қосып, үлкен дәрет бірге қосылып, газбен үлкен дәреттің барлығы адамның ішін шар етіп, дем ала алмай, ішкен тамақтардың бәрі сіңбей, ол адамның денесі қан жүрмегеннен кейін, қол аяғы денесі суып, қол аяғым суып, терлейді аяғым, алақаным терлейді, табаным терлейді дейтін себептері сол. Міне осы себептен міне адамда үлкен қарын жоқ. Міне жерде міне 12 метрлік қана тоқ емессіздер.